ұстаздарымыздың өнеріне, тағамы мен киіміне баға беретін әділқазылар алқасымен таныс болайық. Білім бөлімінің әдіскері Шайсина Бануа Масатовна, бақшамыздың басшысы Гүлмира Болатова, және біздің бақшамыздың әдіскері Бейсенбаев Гүлнар Дүйсенбекова. Ендеше көптен күткен біздің сәтімізге келді. Біздің анаға қарап қыз өсер, анасын көріп тоным пішер демекші сахна төріне бүгінгі сайысымыздың көркі аналарымыз бен қыздарымызды зор қошеметпен шақырайық. Ең біздің бірінші жұбымыз ол Ересек А тобынан Құралай анамыз бен қызы Аяна. Екінші жұп Ересек Б тобынан Айнар анамыз бен Мөлдір қызы. Біздің үшінші жұп ол Мектепалды А тобынан Әсел анамыз бен қызы Айзада. Ол Мектепалды Б тобынан Гүлхан анамыз бен қызы Аяра. Бүгінгі мерекеге қош келдіңіздер. Сіздерді келе жатқан 8 наурыз мерекелеріне шын жүректен құттықтаймыз. Бүгінгі сайысымыз бізде ана қыз бір жүрек атты сайысы. Ол сайыста 4 кезең өтеді. Бірінші кезеңіміз біз ұқсаймыз, екінші кезең дәм-думан, үшінші кезең өнерлі өрге жүзер, төртінші кезең эко-сан дефиле. Мінекей, енді сайыскерлерімізге қолдау көрсетеміз. Оларға барлықтарына сәттілік. Енді біз бірінші кезеңімізге өтейік. Өзін-өзі танытса, ердің аты шығады. Алғашқы кезеңде жұптарымыз өздерін қызығушылықтары мен ұқсастықтарын таныстырады. Бірінші болып бізге Ересек А тобының намысын қорғауға келіп тұрған жұпты шақырамыз. Бұл анамыз отбасының берекесі, ал қызы көздің нұры, салтымызды сақтаған ибалы да жинақы Құралай, ерте де ақылды Аяна жұбын қошеметпен қарсы. Армысыздар халайық, амандасып алайық. Менің атым Аяна, мақтануға лайық. Кетейін мен өзімізді таныстырып, көріңіздер бәрімізді салыстырып. Шығысым шырайлы туған жерім, орта жүз Найман болады шыққан жерім. Атым Құралай, Аянаның анасымын. Бұл күнде 4 баланың жанашыры. Отбасым, балаларым бар асылым. Көзімнің ағы менен қарашым. Күнге қарап қыз өсер, күнге қарап гүл өсер. Менің қызым Аяна маған қарап бой жетер. Отбасымыз мерейлі қарапайым, білетұғын қашанда өмір жайын. Ынтымақ пен сыйластық ұранымыз күш беретін әр қашан бізге дайын. Сахна төріне Ересек Б тобынан талғамы биік, өнері өрілген келесі жұбымызды шақырамыз. Анасына қарап бой түзеген, әр ісінен үлгі алған нағыз ұстаз жандар. Ортада Айнара және оның